Assalamu alaikum bауырлар. Бүгін біз екінші дәрісімізді бастаймыз. Екінші дәрісте әріптерді фатқа касрамен айтып жаттығатын боламыз. Фатқа деп үстіндегі сызықты айтамыз, ол ә деп дыбысталады. Касра деп астындағы сызықты айтамыз, ол и деп дыбысталады. Дамма деп үтірді айтамыз, ол у деп дыбысталады. Жалпы атауы хареке, осыны жаттап аласыздар. Енді осы харекелермен махражымызды одан ары жақсартуға тырысамыз. Шықпаған махраждарыңызды осы кезде дұрыстап алыңыздар. Ә, и, у. Ә дегенде не ә деп немесе а деп айтпаймыз. Екеуінің ортасында. Жіңішке әріптің барлығы осылай айтылады. Бұл бір формала. Ә, и, у. Ә, и, у. Ә, и, у. Бә. Бә деген кезде де әге жақындатпаймыз қатты. Бә демейміз, ба демейміз. Бә екеуінің ортасында. Бә, бә, би, би, бу, бу, бә, би, бу, тә, ти, ту, тә, ти, ту, тә, ти, ту, тә, ти, ту, сә. Екі тістің арасынан тіл шығады, жіңішке. Сә, си, су. Сә, си, су. Сә, си, су. Дже, джи, джу. Дже, джи, джу. Дже, джи, джу. Х, хи, ху. Х, хи, ху. Х, хи, ху. Тамақтың ортасынан. Х, хи, ху. Х, хи, ху. Үш жағдайда жуан айтамыз. О демеңіздер. Х, хо деп о мен жуандатпаңыздар. Х, х, хи, ху. Х, хи, ху. Дәл, дә, ди, ду. Дә, ди, ду. Жіңішке айтыңыздар. Дә, ди, ду. Дә, ди, ду. Вә, ви, зу. Вә, ви, зу. Екі тістің арасынан тіл шығады, жіңішке әріп. Вә, ви, зу. Вә, ви, зу. Ра, ри, ру. Ра. Ра әріпі фатхамен жуан оқылады, касрамен жіңішке оқылады, дамамен де жіңішке оқылады. Бұған қатысты бірнеше ережелер бар, оны кезінде айтатын боламыз. Ра, ри, ру. Ра, ри, ру. Ра,
ри, ру, ра, ри, ру, зә, зи, зу, зә, зи, зу, сә, си, су, сә, си, су, си, су, ш, ши, шу, ш, ши, шу, ш, ши, са, сы, су, са, сы, су, са, сы, су, са, сы, су. Үш жағдайда жуан айтыңыздар. Са, сы, су. Ба, бы, бу. Ба, бы, бу. Ба, бы, бу. Ба, бы, бу. Та, ты, ту. Та, ты, ту. Та демеңіздер. Та. Та, ты, ту. Ва, вы, зу. Ва, вы, зу. Екі тістің арасынан тіл шығады. Жуан әріп. Ва, вы, зу. Ва, вы, зу. А, ай, ау. А, ай, ау. А, ай, ау. А, ай, ау. Ра, ри, ру. Ра, ри, ру. Ра, ри, ру. Фә, фи, фу. Фә, фи, фу. Қа, қи, қу. Қа, қа емес, қа. Қа, қи, қу. Қа, қи, қу. К, ки, ку. К, ки, ку. Лә, ли, лу. Лә, ли, лу. Мә, ми, му. Мә, ми, му. Нә, ни, ну. Нә, ни, ну. Нә, ни, ну. Уә, уи, у. У деп айтпаймыз. У. Екі у қатар келіп тұрған. Уә, уи, у. Уә, уи, у. Уә, уи, у. 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 Хә, хи, ху. Демді еркін шығарамыз сыртқа. Хә, хи, ху.
Х, хи, ху. Х, хи, ху. Я, yi, ю. Я, yi, ю. Я, yi. Осы касра мен иді көбісі дұрыс айтпайды. Осыған жақсы мән беріңіздер. Еге соңы жақындау болып келеді, бірақ еге де ұқсамайды. Екі қатар келіп тұр, соны білдіресіздер. И деп айтсаңыздар қате болады, немесе и десеңіздер қате болады. И, осылай айтасыздар. И, осыған көп жаттаңыздар. Осы жалпы барлығын 30 рет оқып шығыңыздар, және келесі бетті 30 рет оқып шығыңыздар. Келесі бетте сөздің басында, ортасында, соңында қалай құрал жазылады, сол көрсетілген. Сол бетті және де әрқайсысын 5 қатардан жазып шығыңыздар. Ол әріпті тануға көмектеседі сіздерге. Соны жақсы білсеңіздер, әріптерді құрап оқуға қиналмайтын боласыздар. Бүгін осымен дәрісіміз аяқталды. Тапсырманы Instagram парақшасына жіберсеңіздер болады, иншалла. Ассаламу алейкум.